Ғалымжанға атындағы аграрлық колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Мейрам Салтанат Бергенқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шаңғы спорты қауіпсіздік ережесі, шаңғымен жүру әдістері. Сабағымыздың мақсаты: дене шынықтыру сабақтарында шаңғымен сырғанау кезіндегі қауіпсіздік шараларын білу, шаңғымен жүру тәсілдерін, қыр-сырын үйрету. Міндетті түрде киім үлгісіне назар аударғанымыз жөн. Біріншіден, міндетті жылы киім, тоқыма, қолғап пен спорттық бастықтың болу керек. Желді күні кеудеше киген дұрыс. Шұлық киіп, бұлтарақ салғанда аяқты қыстау үшін аяқ киімінің кең болғандығы дұрыс. Аязды күндері студенттердің денесі үсік шалғандай белгі байқалса, ол жердің айналасын қармен қызарғанша ысқылап көмек көрсету қажет. Шаңғының бекіткіші дұрыс киілуіне әрдайым назар аударып отырған жөн. Қалың қармен, босақты жерлермен, бұталар арасынан сақтықпен өту қажет. Таудан төмен сырғанау тек қана оқытушының рұқсатымен кезекпей белгілі бір қашықтықта сақтай отырып жасалады. Тауға көтерілу арнайы белгіленген жерлерде ғана мүмкін. Сондай-ақ ақтаудан түсіп келе жатқандан жолын кесіп өтуге тыйым салынады. Шаңғы әр студенттің бойының биіктігіне сай таңдалуы қажет. Шаңғы тебу алаңына шығару сәтте студенттердің шаңғы мен таяқты қауіпсіз етіп жинап ұстау қажет. Құлаған сәтте алға, артқа құлауға болмайды. Оң немесе сол жаққа құлаған өте дұрыс. Шаңғымен қар жоқ, жолсыз жерде жүруге тыйым салынады. Студенттердің өміріне өте қауіпті. Ережелерді әр студент қатаң сақтауы қажет. Шаңғы жабдықтары бойға байланысты дұрыс таңдау. Сапта тұрған студенттерге шаңғы жабдықтарын қалай таңдау керек екенін көрсету үшін бір студентті ортаға шығарып, сол студент бойына байланысты шаңғы таңдау. Классикалық шаңғы студент бойынан 15-20 см болатындай таңдаған дұрыс. Студент қолын жоғары көтеріп, қолын білезік тұсына келетіндей таңдауына болады. Шаңғы таяқтың студент бойынан 30 см қысқа болғанын дұрыс, немесе қолтығына келетіндей таңдауға да болады. Шаңғымен жаттыққанда ұстанатын ережелер: шаңғының бірінің артынан бірі еріп келе жатқанда 3-4 метрлік, ал биіктен түскенде 30 метрлік арақашықтықты сақтаған жөн. Биіктен түскенде таяқтарды алға шығармаған дұрыс, өйткені құлаған жағдайда оған арандап қалу қаупі бар. Беткейден түскеннен кейін оның етегіне тоқтап тұруға болмайды, себебі арттағы биіктен түсіп келе жатқан шаңғышы соқтығысып болуы мүмкін. Ұжым болып жол серуенге шыққанда қандай да бір себептен жолдан шығып кетсе, оны міндетті түрде жанындағы жолдасына хабарлаған жөн. Шаңғымен жалпы дамыту жаттығулары: шаңғы үстінде басымды оңға, солға айналдыру, шаңғы үстінде қолымды иығымның үстіне қойып, алға, артқа айналдыру, шаңғы үстінде қолды мұқымға қойып, алға, артқа иілу, шаңғы үстінде аяқты иық көлеміне қойып отырып тұрамыз. Шаңғы үстінде шаңғы таяғын тірей дене салмағын сол аяққа түсіріп, оң аяғын артқа, алға тістеуге болады. Тап солай сол аяқпен жасаған дұрыс. Үйрену басында кездесетін қателіктер: аяқпен әлсіз серпу нәтижесінде жылжитын қадамның қысқа болуы, таяқпен әлсіз итеру және шаңғымен жеткіліксіз сырғанау, таяқпен өте кешігіп итеру, қозғалыстың қағанның бұзылуы, тепе-теңдікті кездейсоқ жоғалтуы, дененің жан-жаққа көбірек ауытқуы, таяқтың сүйретілуі. Шаңғымен жүру әдістері. Шаңғымен жүру әдістерін сіздерге қазір видео арқылы көрсететін боламын. Осы сәтте шаша жасау әдісімен жүру. Шаңғымен өрге көтерудің төмендегі тәсілдері бар. Аяқты кезекпен басып көтерілу, шаңғымен жартылай шаша жасау әдісімен көтерілу, қиғаш көтерілу, баспалдақтап көтерілу, бір аяқпен кезекте басып көтерілу және шаңғымен жартылай шаша жасау әдісімен көтерілу оң жүктік емес биіктіктерде көтерілгенде қолданылады. Шаша жасау әдісімен өрге қарай көтерілген кезде шаңғының екі басы екі жаққа қарай жіберу қажет. Денені ілгері қарай еңкейту және шаңғының ішкі жақтағы қырына салмақ салу беткейдің тіктігіне байланысты болады. Бір мезгілде бір адымды жүріс. Бұл жүріс жаз кезеңдерінде жақсы тегістелген шаңғы жолдарында, жазық жерлерде қолданылады. Бір аяқпен сырғанап және бір мезгілде екі аяқпен көтерілу бір мезгілде бір адымды жүрістің негізі болып табылады. Конькише жүріс.
аттап басу арқылы бұрылуды үйрену немесе сырғанауда күш алып жылжуды жеңілдететін конькише жүріс бұрыннан жақсы мәлім және шаңғы спортының тәжірибесінде көптен қолданылады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.